needed something, but I've got all I want when it comes to loving you. You're my only reason, you're my only truth. I need you like water, like breath, like rain. I need you like mercy from heaven's sky. There's a freedom in your arms that carries me through. I need you. No. You're the hope that moves me to courage again. Oh yeah. You're the love that rescues me when the cold winter rains. Алаштың ардақта азаматтары, бүгінгі торқалы той құтты болсын. Сағынбай көкемнің бүгінгі шаңырағындағы үй ішінен үй тіксең жылы болады деп, жаңа қонысқа, жаңа келін түсіп жатқан жайы бар. Торқалы той құтты болсын деп қояйық екен. Рахмет. Анау газ алып баратқан газелдегі түсіріп алайықшы, билеп баратыр ішінде. Ал ендеше қадірлі қауым, мінекей тойдың боларынан болатсызық деп, әрі-бері шапқылап, тердеген фантанша атқылап, жетпей жатқан тартқылап, алысқа хат жіберіп, жақынға ат жіберіп, тума-туыстың басын қосып жатқан жайымыз бар. Ендеше бүгін Қоңырат елінен, Шымқаланың жерінен, керемет мақтаның белінен, әппақ мақтадай Алмат шаһарының Қаратаудың беліне бүгін мінекей Ұлжан ауданының керемет бір жақсы келіні болсын, әулеттің абысты анасына айналсын деп, мінекей абысындардың басын қосып, ағайын туыс құда жекжаттың бәрінің бүгін мінекей алдында жаңа келіннің бетін ашуға бір қауым ел жиналса, сіздердің қошеметтеріңізбенен жаңа түскен келініміздің ортаға шақырып, абысындарыменен, сіздердің қошеметтеріңізбенен орта қалдырайық. Кәнекей, қошемет қайда? Шапалақ, қошемет, айқай жуларыңыз өткен. Шапалақ, шапалақ, әне, қошемет қайда? Айқай шу, шапалақ, ысқырық қайда? Өйді! Қошемет, қошемет, шапалақ әйгей! Шап, шап! Осы бірге құлайық, отты жағып жар-жар, келеден екі жас, отты жағып жар-жар, үлкен мен ауылдың жасында жар-жар, жас келді көруге, асында жар-жар, қаландың екі жас, құтты болсын жар-жар, Алтаудың еңсесі, мықты болсын жар-жар, атаның үмітін, ақтаңыздар жар-жар. Қойыңыздар мінекей. Рахмет, рахмет. Мінекей қос абысын білегінен демеп, жас келінге сәлемді алғаш үйретуге келіп тұрған жайы бар. Қанша болып келін болғаныңызға? 10 жыл. 10 жыл. Кішкентай нешеу? 4. 10 жылдық сәлемің болсын кәнекей, бөле өзіңе. Өз кәне. Ай, бәрекелді. 10 жылдық сәлем. Рахмет. Сізге қанша бол? 1 жыл. 1 жылдық сәлем. Кәне. Кәне. Рахмет. Мына келін жұлдызына жұлдыз қосқан сайын сәлемі де жай-жай көтеріле бастайды екен бейді. Анау абысын болған кезде ұш кәдімгі енесіне привет деп кете беретін болады. Сондықтан неке қадірлі ағайын, сіздердің алдарыңызда бүгін жаңа түскен келінге жақсылап бүгін үйрететін көп нәрсені қос абысына, абысын тату болса ас көп дейді. Құдағи тату болса мас көп дейді мінекей. Ағайын тату болса ат көп дейді. Барша жиналған қымбатты ағайындардың алдында Саян,
Beri qarай жақын тұрса, ана көтеріп тұр, көтеріп ұста. Ғабиттің баласы ма? Олай ұстамайды. Сәлем салған кезде көтересің. Рахмет. Қазақтың салт дәстүрін жоямыз ба? Бұрынғы дәстүрлерді қоямыз ба? Бұрынғы дәстүрлерді қойып кетсек, ағайын өлгенде о неде оңамыз ба деп қазақтың салт дәстүрі бойынша беташарымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ағайын ағайыны көрімдігін келгенде, көрімдік алып келгенде, қуанышын бүгінде бата қылып бергенде. Ағайын ағайын келін түсті дегенде, бата төккен ағайын құтты болсын бүгінде күнім деген ағайын. Келін келдік ортаға, жорғадай ма жортама, жаңа түскен ақ келін, су мекен әлде сорпама. Ақ келін ай ақ келін, сауысқандай сақ келін, жұмыртқадай ақ келін, осы әулетке мәңгілік өмір бойы жақ келін. Бала санын екеуден шектей көрме келін жан, ассадағы жетеуден көптей көрме келін жан. Қаптың аузы бостыр деп құртырлама келін жан, өзің жатып еріңді тұртырлама келін жан. Қонақ келсе үйіңе шайын бергін келін жан, қонақ келсе үйіңе күлімдеп жүргін келін жан. Ал ағайын ағайына, ал ағайын ағайын, домбыр алдым қолымма, ішегін менде қағайын, талай келіннің бетін ашқан едім ағайын, көріп жүрміз бүгінде талайдың келін талайын. Ал ақ келін ай ақ келін, балалық күнің өттенді, аналық күнің жеттенді, той қылып жатыр бүгінде, әулеттің басын қосып, тойға бүгін жеткерді. Ағайының басын қосқанда, кен жанды тосқанда, көрімдігін ап келген ақ жаулықты аналар, ақ сақалды аталар, қабыл болсын дейтінек бергенсіздер баталар. Бір балаң екеу болды деп қуанатын ағайын, құтты болсын айтайын, жалпы келген қалайық құтты болсын деп қойып бір қошемет соғайық ағайын. Ал ақ келін ай ақ келін, өлі риза болмаса тірі байып жүрмейді, ол жақтағы дүние кедейі мен байы бар, аунап жатқан бүгінде әруақтардың жайы бар ау. Әулетімізден өтіп кеткен үлкен марқұмдар әрине аталарымыз, апаларымыз, Әділбай атамыз, Тазагүлдей апамыз, әжеміз, Үсендей атамыз, Жақсыбай атамыз неге, Айман, Жайлау, Назым, Тұрмақан, Тұрдықан, Елмұрат, Тұран, Сейдалы, Клара, Сердалы, Ибаш, Тәти, Тоқташ, Аман, Үрімхан, Құрманғазы есімді әрине өлі әруақтарымызға келінімізден жұп сәлем болсын кәнеке ардақты ағайын. Ал әулеттің басын бастайтын, жамандық сөзге қашанда еріп бермейтін шіркін тастайтын, шақырып менде көрейін сөздің басын бастайтын, қуаныш келсе қашанда тойға шақырса қашпайтын. Үлкен атаң бар сенің, үлкен апаң бар сенің, аулың болса аталы, жанға жайлы баталы, сыйлап өткен қазақпыз, ақсақалды атаны, ақ жаулықты апаны. Тойымызға келетін
той қызығын көретін, немере менен шөбере соларға ғана сенетін. Келін түсті дегенде көрімдігін беретін. Аталарым қайда екен, әжелерім бар мекен, ұмытқан әжем бастаған, Жақай ағам жалғаған. Сұлтан атаң қайда екен, Гүлжанат апаң бар мекен, Кенжебай атаң бар мекен. Гүлбазар апам қайда екен, Зерхан деген апаң қайда екен, Мұрат деген атаң бар мекен, Роза апаң бар мекен. Қалбай менен Зейнепке, Бердіхан менен Мұрзагүл, Рахима деген апаңа, Қадырхан деген атаңа, Бақыт деген атаңа, Нұрби деген апаңа, Мақсат деген атаңа, Ботагөз деген апаңа, Асанбай деген атаңа, Сәрсен деген атаңа, Рахымқұл деген, Рахманқұл деген атаңа, Оразгүл деген апаңа, Салауат деген атаңа, Мәдинадай апаңа, Қамаш пенен Арая, Бақыт пенен Ғалияға, Бағдагүлдей апаңа, Тәжікүлдей апаңа, Бақберген деген атаңа, Зоя деген апаңа дуғыл қошеметпен келдіміздің. Жұп сәлем болсын керек, ей! Қалайық қолдау деймін тойбастар, рұқсат болса енді мен бет ашайын жолдастар. Бәрекелді, рахмет. Ал келінжан, келінжан, анау тұрған қайнатаң, қайната деген қаятаң, балам екеу болды деп қуаныптыр баятаң. Бәрімізде қарайық, мойнымызды бұрайық, ата баба салтымен көрімдігін сұрайық. Теңгеге теңге қосатын, шақырып менде көрейін, қайнатаң атын атап берейін. Өлеңдетіп ортада өлеңменен үрейін, көрімдігін көрейін, қошемет соқса халқымыз. Келіннен жұп сәлем болатын, қуанып бүгін қалатын, үлкен қайын атаңыз Сағынбай есімді екінші әкеңізге арнайы келініміздің жұп сәлем болсын керек. Ай! Қайда? Үйде! Үйде әне! Ай! Рахмет, рахмет. Ал көке бүгін түлек арнайсыз ба? Қуанышты қуанышқа салғайсыз ба? Менің келіп қалтама салғаныңыз бір бөлек қой, келін сәлем салған кезде ол жерге көрімдік салмайсыз ба? Көке келдіңізге бір жақсап сал жіберіңіз көрімдігіңізде, кәне. Ай, бәрекелді. Рахмет. Келін ғой қашанда қуанып жүретін, жақсылық пенен қана күлетін, тілегін тілекке арнайтын, орамалдың астынан кім қашан қанша салды деп қарайтын. Қазіргі келін байқайтын, басын жаймен шайқайтын, қарапта сіздер тұрыңыздар. Ал келінжан, анау тұрған енеңіз, ене жаман демеңіз. Тілін тапсаң егерде, өрге жүзері кемеңіз, ибалы келін болсаңыз, сымбатты келін боларсыз. Тілін тауып жүрсеңіз, әр жыл сайын толарсыз. Доллармен көрімдік салатын, тойға шіркін баратын, тойдан келер шағында пакетті қосып алатын. Екінші анаң тағы бар. Осы үйде барлық нәрсені шешетін, сөзбен ғана kesетін. Қуанып бүгін жүретін, жымиып қана күлетін. Өлсімдей әрине екінші анаңызға дуғыл қошеметпен келініміздің жұп сәлем болсын. Бәрекелді, рахмет. Сразу бір-ақ рет салды да болды деді ғой, қол бір-ақ көтерді. Апам sıra екінші айтпа деді сразу. Ал келінжан, Құда деген 1000 жылдық, күйеу деген 100 жылдық, өте берсін ағайын, сыйластықпен күн жылжып.
Kız alasıp kız vergen aynalayın sizlerden şakırıp mendi körüyün kodalardı köz görgen kuanış kudam kaydı eken şolpan kudağı bar meken jali kudağı kaydı eken Toktaş menen sersenge kansulu menen jalgasga jalgas kudam kaydı eken gabit kudam bar meken Gülzira men Oktyabr men Noyabr Melika degen kudağı, Törebek menen Güljamal, Abdurrahman degen kudağa, Anargül degen kudağı, Bozgul degen kudağa, Ömürzak menen Aykatqa, Bahtiyar menen Ayzada, Jambıl menen Hanzada, Kümüs degen kudağı, Tağabay menen Talgatqa, Saparmay menen Güljanqa, Jakay menen Kuralay, Atın qalay turamız, бұл жерде de сұрамай, Alma gül menen Kalbayga, Raygül menen Tüzelbay, Orazgül menen Omarga, Omar menen Araqima, Erke bula men Bibigül, Orunbasar men Mediyar, Azamat menen Didonga, және Plüş Jannaga, Kinji menen Tanyaga, Aldınazar menen Tәжібек, және ortada Ağılın Budaga. Әбен құдам қайды екен, Рүстем құдам бар мекен, Пірмахан құда қайды екен, Алдыназар менен Нүксбай есімді, Гүлдариға, Қымбат, Саня, Соня, Ләззат құдағи, Дүгіл Қошыметпен құдағиларға еліміздің жүрт сәлем болсын ені. Қарсалайық соғып шабалар, ән соламын қуаламын, келді ғайын құдаларын, қарсалайық соғып шабалар. Rahmet. Ay şekesin tırtır kasıgan, Dükennin bölge tasıgan, Jamanısты жасырған, Жақсысыңды асырған, Kaynapaların var senin, Şitlerinen asılcan. Jesilерге senетін, Körümdігін беретін, Шақырып менде көрейін. Телегін келіп үретін, Kaynapalar қайды екен, Жезделерім бар мекен, Қадыр жездем қайды екен, Назым апам бар мекен, Норғасы менен Жеміске, Жеміс менен Мейрамбек, Ханым менен Бибіқатша, Әбіл деген жездеме, Дина Кенжебай, Гүлмарам, Сәбит, Гүлжайна, Мақсат, Жебек, Сәкен, Венера, Айбек, Базаргүл, Төлегін, Гүлбақар, Олан, Айсұлу, Қалбай, Салтанат Тұрсын есімді апа жезделеріне келіміздің жұп сәлем гәне. Қайды кен гәне кей. Бейні сәлі кей. Бей қайда. Рахмет, бәрі келді. Al kelincan, Kaynağaların var senin, Ana turgan kaynağan, Mınau turgan kaynağan, Türlerine karasan, iki gözü caynağan. Pasak bolsan kelincan, Otun suğa paydalan, Hayırdan turup karasan, Atarı koyun aydağan. Үйіне барып қарасаң, Бұға бие байлаған, Пысық болған қашанда, Bir топ болған қайнаған. Қасындағы абасын, Аралатар бағашын, Тілін тапсаң егерде, Қос берер табасын. Олжас пенен Ғалияға, Жандос пенен Рабиға, Талант пенен Гүлнапис. Нұрпис деген қайнаған, Бауыржан менен Жанпис. Ол болсын менен Қайратқа, Мәншік, Марат, Гүлжан, Толик, Дәурен, Құрбангүл, Папат. Папат па? Попат па? Ақмарал, Полат. Полат дұрыс я. Мырзабек, Жанар, Абай, Майра, Ғабит, Әсия, Сәбит, Гүлшат, Нука, Баян әпкесі, Ақпал, Берік, Мәжит, Ағила, Серік, Гүлмира, Ерлан, Роса, Бекіш, Көркем, Мереке, Өркен, Еркін, Аман, Азат, Жамбыл есімді қайнаға абысындарына келдімізден жұп сәлем болсын ені. Бәрекелді, рахмет. Ал келінжан, Тойға тілек қосатын, Шақырып менде көрейін, Ағайындар бар мекен,
той дегенде қашанда қуанып бүгін келетін, аттарын атап кетейін, тілекпен бүгін үретін. Ауылдастарым қайда екен, Оралбай көкем бар ма екен, Ісенбай көкем қайда екен, Бекболат деген бар ма екен, Алмұрат деген қайда екен, Қалбай менен жеңіске Бақтияр ағам бар ма екен. Ағайындар, ауылдастарға дуғыл қошеметпен келдімсін. Жұт сәлем болсын керек. Ал келінжан, келінжан, нағашы деген тағы бар. Олда тұрған нағашы, бөлек болған бағасы, шақырып менде көрейін, алтыннан тіккен жағасы. Жиеннің тойына келетін, нағашы боп енетін, тойға келсе қашанда беттен келіп сүйетін. Нағашы жиен бар мекен, бөлелерім қайда екен. Молдағали менен Анарға және плюс қуаныш. Гүлзира менен Роза әпкеге дейді әрине. Алмат менен Абатқа, Калима деген қонаққа, Қанат деген нағашы, Батай, Дилфуза, Манас, Жандәулет, Ғазиза, Бақтыбай, Сашка, Тамара, Ұлман, Бақтыгүл, Бақчан есімді әрине нағашы жиен бөлелерге келдімізден жұп сәлем болсын деді. Биліп келгей. Биді. Ал келінжан, ауылдың болған асқары, Алматыда жүретін Алатаудай бастары, тойға келіп қалатын, қуанып жүрер ортада. Бір қосылса бастары, тілекке тілек қосатын. Бүгін міне келетін, Ғабиттай қайнағаңның достары, Мәжиттай қайнағаңның достары, атын бүгін жазбаған, тілектерін арнаған, қуаныштан бүгінде жоғары қарай самғаған. Қайда екен барлық музыкант, тамада оператор, парковщик бәрі жиналды. Қайда екен қайнағаңның достарына, Ғабит, Мәжиттай қайнағаңның достарына, Сәбиттай қайнағаңның достары. Бар ма екен керек? Бір үйді бір үйге қосып алатын, бағы шіркін жанатын, арнайы сәлем салғайсың, көп табысты табатын. Ол да сенің қайнағаң. Пысық болсан келінжан, үйге келген кезде пирогпенен пайдалан. Тамақты жақсылап бергейсің, оларға ғана сенгейсің. Атын атап кетейін, арнайы сәлем салғайсың. Осы жерде Ғабиттай қайнағаңның екі ерекше досы Нурик пенен Берік есімді достарына бір арнайы сәлем салғайсың әнеге. Рахмет. Зарплата алмаған ау деймін ол кісілер. Ал келінжан, нағашының ішінде атын атап бөлмейтін. Ортамызға қашанда жаман жерге келмейтін, қуанышты қуанышқа жалғаған, тілектер болса арнаған. Абдрахман есімді арнайы нағашыға бөлек сәлем салынса дейді. Абдрахман және Анаргүл есімді апамызға келдімізді жұп сәлем болсын еді. Ай, бәрекелді, рахмет. Ал келінжан, қайын әне деген бар, етек тартып ойнайтын, ойын-пасау қойнайтын. Тамақ берсең қашанда тамағыңа тоймайтын. Ата-анасы әрдайым сылап сипап әлпештер, қашып кетсе егерде жеңгетайлар төмпештер. Қашатынның бәрі де қайын сіңілі бикештер. Нұрлыбек деген қайнының, Өтебай, Нұрдос, Жансая, Саян, Тука, Жания, Арай,
Ерғанат, Елдос, Болатбек, Сая, Саламат, Арай, Сабина, Нұрсұлтан, Гүлсайра есімді қайын сіңілдерге kendimizden шүп сәлем болсын кенеге. Ал келінжан, енді болар мұңдасың, енді болар сырласың. Олда бүгін тілек төгетін, атын атап кететін, әулеттік болар құрдасың. Тілегін бүгін ап келген, тойға бүгін жеткерген, Жансейіттің барлық достары қайда екен бүгінде. Жансейіттің достарына келдімізден ерекше шүп сәлем болсын екен Жансейіттің достарына. Dostlarım benim zalatoy, ağlarım bana karakoy, aşıkı kaşıp koy, şarkım benim maladoy. Бәрекелді, рахмет. Ал ендеше Келінжан бар өмірін арнайтын, қуанышқа өмірін жалғайтын. Анау мынау қыздар шақырса, телефонын ешқашан звондаса да алмайтын. Жіберсең де оларға қойш деп шіркін бармайтын. Ерекше сәлем салғайсың, ол да сенің өмірдегі сырласың, енді болар мұңдасың, ерекше сәлем болсын деп, мен атын атамая қояйын сезіп тұрған шығарсың. Бар қуанышыңды өзіңмен бірге өткізетін өмірлік жан-жарың, Жансейіттей жан-жарыңа дүгіл қошеметпен келдіміздің шүп сәлем болсын кенеге. Ай бәрекелді, Жансейіт қайда? Рахмет. Каспиймен, рахмет. Каспий деген жақсы болды. Осы Каспий көп шыққалы бар ғой, көппеташардың ақшасынан қағылып қалатын болды өзіміз. Ал ендеше қадірлі бүгінде мінекей келін шаршама, жүрші бәрін қарсала. Сәлем шал, сәлем салшы, соңғы рет аты аталған, аты аталмаған баршаға деп, баршаларыңызға жұп сәлем кәнекей. Енді мінекей келіннің бетін кім ашса, сол ыстық болады дейді. Сондықтан енді мен сіздердің алдарыңызда келіңіз апа. Мынау біздің жаңа қонысқа, жаңа келін түскеннен кейін ерекше қуанышыңызды қуанышқа қосып жатқаннан кейін неге шешіп беріңіз. Саянға арнайы ұстатай. Соқпайтыңыз. Мына жерде аттары аталмаған бір-екі жиендер қап кетті дейді. Жиендер барсыздар ма? Қолдарыңызды көтеріңіздер. Жиендер қайда? Қаладағанның аты аталды, е? Атыңыз аталды ма? Аталмады ма? Барлық жиендерге келдімізден бір жұп сәлем болсын шкәнеге жиендерге. Шкәнеге жиендер. Бәрекелді, рахмет апа. Ал ендеше қадірлі ағайын, қазір тоқтайтыңыз. Мінекей бүгін Апам сұрап еді ғой таяқты. қай апам сұрап? Апа таяқ сатылатын білесіз ба? Мына арнайы бүгін апамның сұрауы бойынша өзім апарып берем. Апарып берейін. Апа, ырымдап сұраған екенсіз. Ырымдап сұрадыңыз ба? Әлдеме орамалға мені сұрадыңыз ба? Осылай той жасап өміріңізде шаңырағыңызда көктеңіз. Ешқашан мұңайып өтпеңіз. Барлық ағайынның алдында мына таяқты ұсынып жатырмын сізге. Орамалын алып таяқ тастап кетпеңіз, жарай ма? Маған ба? Рахмет. Мен енді осы жерде сіздердің қошеметтеріңізбен таяқты бүгін ұстап, ертең ер азамат болсам деп, елге елеулі, халыққа қалаулы, жақсы азамат болайын деп, бір шаңырақтың менде еркегімін ғой деп, артымыздан өсіп келе жатқан баламыз Саянның бүгін таяқ ұстағанына бір қошемет соғып қойыңыздар қадірлі ағайын. Мынау таяқтың еңбегі, жарай ма? Мороженое алма, тек қана едейін сал, жарай ма? Рахмет. Бәрекелді, келіннің бетін мінеге ашқалы жатыр қадірлі ағайын, сіздерді қошеметтеріңізбенен, алақандарыңызбенен. Келіңіз, бір тағы сіз ашыңыз апа. Құтты болсын керек, ай, бәрекелді.
Rahmet. Rahmet. Barakallah. Rahmet. Rahmet. Lakin iki abısınga men endi iki abısının еңбегі бар. So'ng iki abısınga sizlarning qo'shimchalariniz bilan shapaloqlaringiz bilan rahmet. Жаңа бергендеріңізді қайтадан беріп жатырмын сіздерге. Енді маған жансейітті әкеп көрсеңіздер, иә? Мына домбыраны сіз апарып қойыңыз, сіз жансейітті әкеп көрсеңіз маған. Келін осы жерде тұра тұрсын. Жансейіт, домбыраны апарып қоя ғой. Келе ғой Жансейіт. Ай, красавчик, молодец, кеш. Апа, сіз беттен сүйдіңіз, аштыңыз, көңіліңізді бастыңыз. Қуғыншылар келген кезде еске түссе, ой, ол бір той ғой, е. Сақтан мінеке торқал той құтты болсын. Енді сіз жақсылап мына жаққа тұра тұрыңыз. Болды, е? Сіз болды, рахмет. Енді мінеке Жансейіттің қасына, Жан-Жарының қасына жақындатып жатырмыз. Қошемет соғып қойыңыздар, қадірлі ағайын. Красавчик, Жансейітті құттықтап қояйық, Жансейіт. Молодец, красавчик. Первый и последний әйелің құтты болсын. Қараңыздаршы мінеке, әп-әдемі красавчик. Неткен әдемі, е? Осындай, мен де үйленген кезде сен сияқты красавчик болған менде. Кейін өзіміз жай-жай балаға бала қосылды, шамаға шама қосылды, дараға дара қосылды, өмір өзгерді, өзгергенін көз көрді. Бір басың бүгін екеу болып жатыр. Шын жүректен құттықтап қояйық бүгін. Құттықтап, мінекей, Жансейітті шын мәнінде құттықтап жатырмыз. Алған жарыңда, қолында керемет тоқтауы болсын. Барлық ағайынның алдында арбылдамайтындай тілінде тоқтауы болсын. Иманды келін болсын. Елдің елеулі халқына қалаулы, жақсы шаңырақ болыңдар. Шаңырағы шайқалмайтын, уғы берік, керегесі кең, түндігі ойынан ашылған жақсы бір әулеттің келіні болсын деп қояйық қадірлі ағайынеге. Жас келініміз. Мына, рахмет, бір баланы дүниеге әкелген ананы жаным десең болады дейді. Қос бала тапқан ананы настоящий ханым десең болады дейді. Үш бала тапқан ананы Алатау басындағы әппақ қарым десең болады дейді. Төрт бала тапқан ананы бойыңнан кетпес арым десең болады дейді. Бес бала тапқан ананы шаңырағындағы сөнбес шырақ шамым десең болады дейді. Көп балалы жақсы абыз ана болсын. Мен енді мынау көрімдік, сіздерден түскен көрімдікті мен келінге ұсынайын. Мына барлық бір қауым халықтың алдында ұстаңыз. Енді мен қазір келінге ұсынғаннан кейін бір ойынның шарты бар. Мен 10-ға дейін санайын. 10-ға дейін санаған кезде келін реттеп алу керек. Реттеп алғаннан қалғанын мен алам, бәрін алса бәрін алам. Қойыңыздар жерге. Келіннің пысықтығын байқайық. Келсіз ба келін? Сөйтеміз ба? Сөйтейік. Мен 10-ға дейін санаған кезде реттеп жинап алатын бол. Бәрін жинап алсаң, сенікі болады. Келсік па? Ал ендеше. 1, 2 деп 3 деген кезде шапаға бұраймыз біз бірінші. 3 деген кезде келін бастайтын болады. 1, 2, 3 кеткенді. Ал қошеметтеріңіз осы керекей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tık kaldağa. Kimge veremiz onu? Kimge veremiz? Mamasına veremiz. Sal endişe. Mamaya verirdik ben neyin böyle alıp onu? Maması kayda maması. Mamaga derse, mamaga der. Mamaga dere koy. Hoşimet kadınlara hoşimet gidiyorsun. Rahmet. Rahmet. Bol. Mamas geliniz. Geliniz apa. Gelin pısık ekin. Özünüzge tattan eken ya. Енді бұнаны кімге береміз? Қандай береміз? Беріңіз. Көкем қайда? Көке, беріңіз. Сізге беріп атыр, беріңіз. Беріңіз. Келіңіз, беріңіз. Беріңіз. Көкем құдайы, көкем ұстасында. Беріңіз. Рахмет, сіз бара беріңіз. Қошемет соғып қойыңыздар. Главный ұстады ғой, ұстады.
Köke, isteyimiz bunları. Bilmem. Kimge veremiz bunu endi? Ha, beriniz edince qaytadan. Özünüz apart beriniz, özünüz apart beriniz. Qo'shimcha sug'ay qadrli shabalaqlaringiz bo'lsin kerak, ey. Qarang, ko'rdingizlarmi? Aylanib qayqa bordi. Har biri yesiz topdi. Bo'lsin. Rahmat. Apa, endi buniki ko'rimdikda arnay sizga uslub жатqanimiz kichkintoy o'yin qo'y bu. Azil qalжың o'sha xalqqa bir qavm jino'lgan xalqning oldida kelinning tatti shayin ishib bar qonog'imizga arina keremet ko'rimdik berib жатқан ko'rimdigini olib kelib жатқан qavmga жақсы shayin uslub beringiz. Hal endеше qadrlagan bugun жастар бақытты болсын, жастардың шаңырағы qachonda берік болсын. Kelin almağanlarınız, kelin alыңыздар. Kız uzatmağanlarınız, kız uzatыңыздар. Torqal toy bärimizge juğustu bolsun qadrlagan. Hal endеше men mineki Ақсақалдың орны бөлек. Сондықтан Салауаттай ақсақалымыздан, Сұлтандай, Жақайдай ақсақалдарымыздан жас шаңыраққа, жас келіннің бетін ашқаннан кейін илләке аумин деп бата сұрап қояйық. Аумин. Amin, жарық етсін, қабыл етсін, көп берсін, берекет берсін. Мына өмірге басқан қадамдары құтты болсын. Келін мен баламыздың өмір жастары ұзақ болсын. Ата бабамыздың жолын қуып, үбірлі шүбірлі болсын. Біздің енді ата бабаларымыз мынау Тоқтамыс Батыр деген кісі Мөңкебейден бері қарай келатқан тұқымымыз барлық уақытта беделді болды. Кейіне Жалаңтөс болды, Әйтеке би болды. Одан кейінде кеше арамыздан кеткен азамат жігіттеріміз болды. Оларды көзіміз көрді. Mine solardı жалғастыратын ол қыз тапсын келін. Amin berekelді, кәнекей. Айтқан баталардың бәрі қабыл болсын. Amin, бақытты болыңдар, қызметтерің берсін. Amin. Кәнекей. Құдайым болсын, еш жамандық болмасын, көп болсын, берекет болсын. Осы екі келініміз, екі жас қосып атқанымызға өмір, терең денсаулық болсын, тігіп атқаны отаулар биік, келіңіз кең болсын, еліміз тыныштық болсын, аманшылық болсын, осындай тойларға да берсін. Amin berekelді. Халінде мінеке батаның жаңаға құрғақ қасық ауыз жыртады дейді. Батаның орны бөлек. Ақсақал болып қашанда жүріңіздер. Осындай мінекей сіздердің құрметтеріңізге баталарыңыздың артынан, арнайы ас иесінің артынан орындарыңыздан тұрғызып, шапан кигізейік қадірлаған. Қошеметтеріңіз болсын. Шапалат қайда, қошемет қайда керек. Ай, бәрекелді, құтты болсын. Құтты болсын, бәрекелді, рахмет. Ал ендеше қадірлаған, бүгінде сіздердің қошеметтеріңізбенен, шапалақтарыңызбенен келіннің бетін аштық. Ал ендеше келін жақсылап дәмді шайын дайындасын. Тәт шай жеміз бе? Тәт шай жеміз. Ал ендеше сіздердің қошеметтеріңізбен жас келінді шаңыраққа алып кірсін. Қошеметтеріңіз өскен кей. Бәреке арсында рахмет. Ақ ниетпен аттаған босағасын Ардақтайтын алашын, аямайтын бағасын, үй болайық екеуміз бағындырған барасын. Ата-анамыз жол қылсын, Кәнекей, жастарыңа жалғасамыз, сақтақ ағалар, келіңіздер. мақтан етер анасын, аяғыз қайда барасын. This could be it. I think I'm in love. It's love this time. Allah Teala olsunlar berekeden, toydan ayırmasın. Bereketinden aman kolay, karavirüsten aman kolay koronavirüs olsun. I can see you with me when I'm older. All my lonely nights are finally over.
You took the weight of the world off my shoulders. The world just goes away. Oh, when you kiss me, I know you miss me. And when you're with me, the world just goes away. The way you hold me, the way you show me that you adore me. Oh, when you kiss me. Asam bir жақсылық сезуге тұрады ішім. Сәтті күнге жиналған достарыңыз құтты болсын ағайын қуанышың. Құрметті қазақ елі, бүгінгі қуаныш тойларыңызды бастырады. Орақ тілді, от ауызды азулы, арғымақ асабаларыңыз алдарыңызда. Қарсы алыңыздар. Мақарап күлімде. Бәрекелді. Рахмет. Не деген қошемет, не деген шапалақ мынау. Той құтты болсын ағайын. Бәрекелді. Ассалаумағалейкум. Қадірі жақсылыққа жиылған, шеттеріне мейірбан, төбесіне туалған дұшпанын көрсе, құмарған қадырда мәрт Алаштың ұлықты ұрпақтары. Бүгінде Алатаудың бөктерінде, Алматы қаласында, Олжан ықшам ауданында, Солтан мейрамханасында, Сағынбай ағамыздың әулетіндегі Жансейітте Атыстаролдың мерейтойына қош келдіңіздер ағайын. Бәрекелді. Енді құрметті ағай рұқсат болса, сіздердің шама келсе, баршамыз бір кісідей бүгінгі тойға ат салысып, орнымыздан тұрып, қошеметті ұрып, ерекше шапалақпен бүгінгі кешіміздің құндыздары, кешіміздің жұлдыздары, бүгінде отау құрып жатқан Жансейіт азаматтарыңызды келіндеріңізбен бірге ерекше қошеметпен ортаға қарсы алайық, қол соғайық ағайын. Жастар, айғай-шу шапалақтарыңыз қайда? Қашып отыр көзімізді жанады, әлдейден мазапатты бағылады. Достар, коллектив, айғай-шу шапалақ қайда? Тамаша! Тамаша. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз Жансейіт? Бәрі жақсы ма? Настроение қалай? Күшті? Күшті. Басында күшті болады үйренген. Енді рұқсат болса, осы бір келген қонақтарға бір дауысыңды қаттырақ шығарып, бір ассалаумағалейкум деп бір амандасып қойса. Ассалаумағалейкум! Ұлдарыңыздың өзі тамада ұқсап амандасады екен де. Байқамайды екенбіз, бақыт дейтін екеуміз. Аяқ декеу, қол декеу, көз жанарың ол декеу. Екеу қасса құлақта, жүрек жалғыз бірақта. Сондықтан да сол жүрек, елігісіп елжіреп, естісен де лебізін, іздейді екен егізін. Алла бұйыртып бүгінгі жастар егіздерін тапқан екен, жастар бақытты болсын. Дәл жаңаға қошемет шапалақпен төрге ақ дастархан басына жайғастырайық ағайын. Шапалақ, қошемет болсын жастарға. Біліндім мен, ойдан еміздің, қалдан еміздің, аттағары. Біліндім мен, қажа. Арнайы баршаларыңыздың құрметтеріңізге жайылған ақ дастарханға орналайық. Жайғасыңыздар. Төредегі Солтан атамыз бар ма екен? Солтан атамыз қайда? Bizə vatalayıq ағайын. İllədi əvmin qol şəyək. Ya Allah'ım,
Bunların assalamualeykum kulaklar. Kudalar, kudavaylar, sözü, zoru, zoldaş, barık kelmen kırayık. Ya Allah'ına yeki balaga bakıp versin. Dilerim, kelgen kudaylıkların, törlerin bari kutlu olsun kudalar. Kuda mıngcıldık, yüzyıldık deydi. Yeki bala bakıp ol, şağırağı berip ol. Ülkön toylarga katnasa berek bir-birimizge. Özerde oturgan aktilegim özerde toyga gelgenin uyunda, bärine uyunda bakıp bolsun. Osunda toy bolsun, toy kılasa. Amin ata aytkanыңыз келсін, ал құрметті келіңіздер, алды сыраққа жайғасып, алыптағы астан дәмнен алыңыздар. Алыптықтарыңызды басып, аш өзекке el қондырып, алыптағы астан дәмнен алыңыздар. Бәрекелді, ал құрметті алыптағы астан дәмнен алыңыздар. Қазақтың тойы несі той, күмбірлігі күй болмаса, мың бұралған бей болмаса. Сіздерді дәл ақтастырғаннан мазалауға аулақпыз. Біз кешімізді әрмен қарай мерей шоу қыздары қазақ биімен жалғастырамыз арай. Aslanlarını alып отырыңыздар. Біз қазақ дейтін жақсы жарамарас көптілігі көл дейтін қазақтың қатарына болғаннан кейін арнайы Жансейін ұлдарыңыздың мерейтойын төрдегі әулетіміздің үлкендерінің ақ тілегімен бастағанды жөн көріп отырмыз ағайын. Олай болса ортаға Үмітхан әжеміз бастаған Сұлтан ата, Гүлжанат әже, Кенжебай, Гүлбазар, Рахим әже, Бейбіқатша, Мақсат, Ботагөз, Қадыр, Назым әпке, Бердіхан, Олжас, Ғалия, Жандос, Рабиға, Мырзагүл, Зейнеп, Марат, Гүлжан, Дәурен, Құрбангүл атты әулетіміздің үлкендерінің ақ тілегімен бастайық ағайын. Бар болсаңыздар, келіңіздер, ақ тілек айтып беріңіздер. Шама келсе ордаға билеп келейік әулет үлкендері.
Gelingizler, evletimizin ülgenleri, Askartau əgelerimiz ve Akçaulak'ta analarımız, evletimizin kazınaları, hoş geldinizler. Kelgen adamlarınıza gül betsin, toy kuvançlarınız kutlu olsun. Endi bugünkü toy başka toydan erekşe, özleriniz жақсы bilesizler. Bugünkü toyumuza kanşama geleden Мәжит Ғабит, Дәурен ağamız var, sol kişilerin adına geleden kanşama жұлдыздарымыз, estrada жұлдыздары var. Сондықтан da aralarınızdan her bir ақ тілекке шыққан кезде 3-4 adamdan söylep қалғанымız қосылып отырайық рұқсат болса. Келіңіздер, білмейтін жердің ой шұқыры көп дейді. Кімден бастаймыз? Келіңіз анда. Құдалар, көрген шыққандарын құтты болсын. Сәке, бізім, мына шамқы дейм ғой. Балалар бақытты болсын, тойыңыз той болмасын. Осы жерде отырғандардың барлығына жұмысы бар. Тойлап жүре берейік. Тапқандарың бәрі тойла берсін, дендерің сау, уақыттары қош болып жүре беріңіздер. Құрметті құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына жиналған тойшы қауым бәрдеріңізге той құтты болсын. Гүлсін, домбырашы, дайым осы балдардың қызығын көріп, осылардың немерелері бағып шашамай жүре беріңіздер. Балдар бақытты болсын. Canım apam, pensiyasın qotup kelganlar setib var. Құрметті тойшы қауым, міне құрметті құдалар, міне бүгінгі қосылып жатқан екі жастың тойы құтты болсын. Жастарыңыз бақытты болсын айналайын, дендеріңіз сау болсын, өмірлеріңіз ұзақ болсын. Алдыңызда күліп ойнап жүргендер. Қайырлы болсын, айналайын бүгінгі тойларың құтты болсын. Осы баланың қандай жақсы қуанышты күндері болса, бәрін көріп, соған куә болып жүре берейік. Немере көріңдер, немереден шөбере көріңдер. Екеуің тең қардайып, алдыңызда күліп ойнап, шапқылап жүре беріңдер. Тойың той боласын. Жеңше аға, тойларың құтты болсын, балаларыңызды тойға берейік. Аллах тойға берейік. Қысқа сайда берейік. Сабыр, жастар бақытты болсын. Мына тойға келген қадамдарға гүл бетсін. Мына жаңа құдалар, құдашылығымыз 1000 жылдық болсын, күйеуішіңіз 100 жылдық болсын. Мына төрден алған алтын көпірлеріңіз құтты болсын. Мына баба жеңше, мына ең кішкентай кенжетайымыз Жансет үйлендіріп жатыр екенсің. Құдайым екеуі бақытты болсын, екі жаққа қызметі теңдей берсін. Осы ағайыннан бәрі осы тойға келіп қатынасқанға рахмет. Бәрекелді. Әулетіміздің үлкендері айтылған ақ тілектеріңіз періштенің құлағына шаңға Алла тағала қабыл етсін дейміз. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Рұқсат болса естелікке тамаша суретке түсейік. Одан кейін арнайы бүгінгі тойларыңызға келіп отырған Қазақстан Республикасының эстрада жұлдызы Әбдіхан Жолдасбекұлдарыңыз ортаға шақырамыз ағай. Kalsın değilsin de Helde benim çürüdümde ağırıp kalsın değilsin de Şurayımın istedin Tağıp durma aşk aşk Bir ağızsız aydayım Şurunda bas bas Tövbedesin boşanıp Gözlerinden şas şas Artık görüp ben seni Özge gözü ras ras
Külükü vitamin, yüzlerimizde külükü götmesin. Her başında külükümüzde. Vakti ulaştırılırdı bu saray. Allah'a kulaklarına hürmeti olsun anayız. Kalmasın şavay durmay.
Бей мынау бірінші рет көріп тұрмын андай дейді. Ал, осыған тоқтатайық. Тілі бар, көзі бар. Жайғасып ән тыңдайық. Арнайы Асқар Тау әкелерінің құрметіне арнап, менің әкем ең жақсы адам деген әнім шырқайды. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім, самғасам күш қуат демегім, сүрінсем тәрегім, қалдырмас аязға ызғарға, алыбым асқар тауым, жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым, әр қашанда биік көрінетін мен басқадан, менің әкем, ең жақсы адам, менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киімнің шыңына арнадым алғыс тағзым, еш мектеп жете алмас қонына ең мықты ұстазым, аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бірақ қонғаным, жетеді мен үшін жан әке, сөзде-ақ болғаным, әр қашанда биік көретін мен басқадан, менің әкем, ең жақсы адам, менің әкем, ең жақсы Тамаша, әкелер жасай берсін. Столдан бір-бір ер адам орнымыздан тұрса, бір-бір жігіттен орнымыздан тұрайық. Әрбір столдан тез-тез, жылдам бір-бір ер адам. Бір-бір ер адам орындарыңыздан тұрыңыздар. Ер адам. Мысалға сіздерден басқа бір ер адам орныңыздан тұрып қойыңыз. Кел, кез-келген орнында тұрсаң болды. Ар жақта бар, мына столда. Ой, сіздер әйелдер жиналғансыздар ғой. Тағы, ер адам. Бір-бір ер адам сіздерден, құдалар, бір ер адам орындарыңыздан тұрып қойыңыздар. Отырмаймыз, тұрамыз. Сіздерден бір ер адам. Кім? Келіңіз, орныңыздан тұрып тұрыңыз. Тұра беріңіз, ешқандай қиындық жоқ, сіздерден бір адам. Енді құрметті ағайын, мына тұрып тұрған ағаларымызға мұқият қарап алыңыздар. Қазір бұл ағаларымыз сіздер ет турайсыздар. Қазақтың ұлттық асы ет, етке қошемет. Ас өмірге бас келді төрдегі құдаларымызды асқа баталайық ағайын рұқсат болса. Құдаларымызды асқа баталайық. Асқа береке, ойға береке. Артынашыл жақсарымыздың бақыты, өз бөліміміз, аманды сауық болсын, аманды болсын, ойға жетісін. Әумин ата айтқаныңыз келсін, құрметті ағайын, мына атамыздың батасынан кейін жартысына дарғашы болмайды ағайын. Келіңіздер алдыға астандырмен алдыңыздар қазақ пен дастарда ет жеген кезде масалауға аулақпыз біз сіздерді
5 минутқа мас алмайтын боламыз. Бәрекелді. Ал құрметті алыптағы үлкен асымыздан да алып отырыңыздар. Рұқсат болса ортаға бүгінгі той иесі Сағынбай әкеміз бен Гүлсім анамызды билетіп ортаға шақырайын ағайын. Той иелері келіңіздер ортаға. Шама келсе билеп келейік. Той иелері. Тамаша. Екеуіңізді бәрі дұрыс па? Бәрі жақсы ма? Мынау сіздер қалай шықтыңыздар? Отырған ағайын туғанда солай қарсы алып алды. Сондықтан да былай жасайық. Мына есік жаққа қарай барыңыздар. Ағайын туғанның ерекше шапалақ қошеметімен бүгінгі той иесі Сағынбай әкемізбен Гүлсім анамыз ортада! Саған айтып өтіп мамама ренжіп отырсыз. Екеуіңіз ортада билейміз, ортада. Бір-біріңізге қарап алыңыздар, бір-біріңізге қарап алыңыздар. Ортада билейміз. Маэстро, кет! Би! Шымыға! Қошемет! Би! Шап! Болмайды нәрсе, болмайды күні бәрі. Келіңіздер аға. Әкеміз енді бүгін мінеке Жансайыттай ұлыңыз келін алып үйлену той болып жатыр. Мына билеріңіз болмайды. Қазір ортаға шығамыз баба. Бірінші сіз келіңіз. Ортаға шығамыз да халыққа қарап тұрып, екі аяғыңызды былайына қоясыз. Екі аяғыңыз қойып алыңыз. Аға, қолыңызда боксерлар сияқты. Енді екі қолыңыз кезек-кезек ұрамыз. Ұрыңыз. Кезек-кезек. Ой, папа, кімден қорқып отырсың, ұрсаңызшы. Кезек-кезек ұрамыз. Орныңыздан секіріп тұрып, ұрамыз. Содан кейін кімді барып ұрғыңыз келеді, ұрасыз. Қалжыңдап отыр, папа, билейміз. Мына столдан бастап билейміз. Мен сізді жақсылап тұрып хабарлаймын. Мына столдан бастап билейміз. Құдалардың столына дейін, әулеттің үлкендеріне дейін барша столды билеп келсеңіз болды. Келсіз ба? Дайынсыз ба? Ендеше алдарыңызда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев болса, бүгінгі кешіміздің президенті, әлем бойынша бокстан әлем шебері. Папа, сегізсей? Стоп. Папа, айтып олайын да мен? Айтайын бірінші. Орныңызда жасаймыз, орныңызда. Секіреміз. Бокстан әлем шебері өмірінде 465 бой өткізіп, соның 464-інде жеңілген. Жеңген кешіміздің ханзадасы әкемізге қошемет бар ма? Шабала! Шабала қайда? Қансарайда біреу бар, оған шарай, әкем жүрген еркекші, мүнде жүрген солай. Аға, келіңізші. Өзіңіз пәтері олжыз. Барып қайтын десерсіз баба. Енді рұқсат болса, баба, мына ағайын туған қошемет ұрып, шапала құрып жатқан кезде мамам не деді десеңізші? Мына мамамнан сұрап отқан несі? Не деді десеңізші? Ой, бай, мамамның атын айтсам тілінде отыр ма? Не деді деңізші? Бүшсі деді. Мана шапалақ па дейді, мана қошемет па дейді. Қазір мен билеген кезде
ағайын туған орнынан тұрып шапалақ соғады дейді. Көреміз ба? Көрейік па? Мама келіңіз. Ортаға келіңіз. Халыққа қырымен қарап тұрамыз. Қырымен қарап тұрамыз. Қырымен. Қырдайтын қырда қалмапты ғана беріңіз енді. Екі көйлек киіп алғансыз ба, мама? Халыққа қараймыз да билейміз. Жақсылап билейміз. Ендеше алдарыңызда Қазақстан Республикасының эстрада жұлдызы Мақпал Жүнісованың сіңілісі 2012 Мисс Қазақстан Гүлсім анама қошемет бар ма? Шабылақ, айғашу, батюшка, би! Сол. Маған сіздің бесе бар. Аға, асық қылама. Не деген құда. Мамамда да бір атқа соғы кетеді. Билейміз байыса, жібер кетіп, би! Ортаға келбемен, қайдаларым осымен билеген. Тамаша, келіңіздер, ортаға қарай келейік. Енді рұқсат болса, әкемізге бір сұрақ қояйын ағай. Осы мамаммен қай жылы, қай айда, қай күні, қай жерде танысып, не үшін үйлендіңіз? 84 жылы, қай жерде? Қазақара ауылында. Тамаша, не үшін үйлендіңіз? Сен яғыны болды? Сен яғыны үшін. Махаббат деген жоқ па? Біз сразу алып қаштық қой, бұл жерде. Сразу алып қаштым. Бабам молодец. Енді жамбылама осы, ау. Жаман мас кешпей тұрды, бұл не дейді. Не сразу кетемеді. Еще мас кешпен алып қаштыңыз ба? Мамамда отказ болды ма? Отказ болды. Жылады ойбайлап, қарасына қарап. Еще ойбайлаға қарамайсыз ба? Бабам молодец. Ау, үйі қайта берден қайтпайды болды. Ой, папа, сіз проблемаңызда кеткіз өңеді. Рахмет, тамаша. Енді үйленгендеріңізді отау құрғандарыңыз қанша жыл болды? 30. Папам өзі бәрін мамамнан сұрайды екен. 35 жыл, е? 35 жыл ішінде ағайын туған үйіңізге келе жатқан кезде ай гүлісім, шай қайнатып қой деген еркелігіңіз көтерді ма? Көтерді, көтермеді деп жауап беріңіз. Көтерді. Осындағы достарыңыз үйге келе жатқан кезде ай гүлісім, ет салып қой деген еркелігіңіз көтерді ма? Көтерді. Бала көтерді ма? Көтерді. 35 жыл бойы еркелігіңізді көтеріп келе жатқан анамызды ел жұрттың алдында алғыс ретінде неге бір минут көтеріп тұрмасқа? Мен емес, халық шулап жатыр міне. Халық шапалақ соғып жатыр. Рахмет. Тамаша. Мамам отказ беріп береді, папам көтеріп береді. Тамаша. Енді сіздерді ортаға шығарып, осылай көңіл күйді көтеріп жатқанымыз бүгінгі той сіздерге байланысты. Сіздер қалай жүресіздер, келген ағайын туғанның көңіл күйі солай болады. Құрметті ағайын, әрқашанда ананың орны бір бөлек. Аязды күні айланып, бұлтты күні толғанып, тас омырауын жібітіп, бүгінде Жансейіт деген азаматты дүниеге алып келген анасы, тәлім тәрбие берген әкенің орны бір бөлек. Бір бала армандайды екен, менің әкем бай болса екен деп. Бір бала армандайды екен, менің әкем бар болса екен деп. Аллаға шүкір дейміз. Бүгінде әкемізі анамыз ортада, міне тағы жадыраған жаз келді. Біздің жаққа аққошып қаз келді. Білсең, мама, сенің айтқан әр сөзің жалын еткен жүрегімен аз берді. Есейсем де сізден ақыл сұраймын. Сізге деген әр сенімім шынайы. Үйленіп, Алла бұйырса немереде сүйгізім, бағыма тек тірі жүр шулайып. Жыртылса жағам, бүтендер едім. Ашуым келсе түтіп жер едім. Алақаныңызды сап аялай алсаңыз, хан ұлындай күтім көремін. Есіміңізді айтып жүрем ән қылып,
әндерінде бар сияқты мәңгілік. Сізге деген сағынышым мәңгілік, сізге деген махаббатым мәңгілік. Жас едім, өмір еркін бойламаған, күн ертең не боларын ойламаған. Қиядан қанат қағып кетсең дағы, өзіңдей қамқор әке қайдамаған. Мен бүгін бір өзіңнің арнасымын, кім жақсы болса, соның жолдасымын. Қуан сен қуана берекет айым, мен сенің өміріңнің жалғасымын. Асқатау әкелеріміз бен ақ жаулықты аналарымыз әрқашанда аман болсын деп, той иелеріне бір қошемет ағайын. Бәрекелді, той иелері сіздерге мың алғыс. Осында келген әрбір қонақтың ақ тілеген дәрісі дәл осы ордада тыңдайтын боласыздар. Рұқсат болса ордаға ақ тілек кезегі бүккі әулетіміздің сарсүйек ескі құдалары Шолпан құдағи бастаған Әбдіжали, Тоқташ, Сәрсен, Хансұлу, Жалғас, Мөлдір, Қанат, Мақпал, Қанат атты сарсүйек ескі құдаларды ақ тілек алаңына шақырамыз ағайын. Келіңіздер, ақ тілек айтайық ордаға. Armağanına жетсін, елден сау болсын, бақытты болсын. Ассалаумағалейкум, жаңағы мына келген қаландырып өттім. Мына біздің өмірдегі құдалы күйеу жүзілдейме. Құдайыма құдам үйіне келген келіннің қадам құтты болсын. Қадамның нұры болсын, олды қызын немере шөбере. Сол қызын көрген. Жанси, ақыдай қолыңа құшып құтты болсын. Келін, менің балаларымды, құдашаларымды көбейтіп жүре бер, денің сау болсын. Жаңа құдалар келген қадамдарың құтты болсын. Жетісай, Алматы, бүгінгі құрған алтын көпірлерің құтты болсын. Шындағы сағынбай, осы еліңді небір армандармен алып атсың ғой. Сендердің шайларыңды қайнатып, дастархандарыңды жайнатып, немерелерің көп болсын. Бірін арқалап, бірін жетектен жүре беріңдер. Той осы бәрімізге жұғысты болсын, жастарымыз бақытты болсын. Менің Жако, Жанар келінім, сендерге жалынды сәлем деп атыр. Ара алыс бол енді, жұмыстарменен бақытты болыңдар, айналайын. Todos baqытты болыңдар, сол екі жас бақытты болсын деймін. Той тойға болсын. Ассалаумағалейкум. Құдалар. Ал Жетісай. Бәке, төлген ағаң орнынан құтты болсын.
қуандым. Құдам кейін түсіріп жатыр дегенде мен қуандым. Себебін айтайын ба, не үшін қуандым? Менің қызым 10 жыл қызмет істеді, мен қызым кішкене болса да жеңілдік болып жатыр дегенде. Сол үшін қуандым. Әке, рахмет саған осындай қызды дүниеге алып келгенге. Қызым Жанчит, молодец. Саған қызым бақытты болады. Әкемнен асықпа. Бар уақытта әкемді жоғары ұста. Ағаларымды жерге ұрма, жеңгелеріңе бар уақытта көтеріңге болып жүр. Бақытты болыңдар, өмір жастарың ұзақ болсын, өмірлі шүбірі болыңдар. Құдама немере шөбере сыйлаңдар. Осы Сәкеннің шаңырағының түтін түтетіп, түтіні өшпесін. Сәкен, той құтты болсын, той тоғырасың. Көрсін, рахмет саған осындай қыз тәрбиелегенге мен қуаныштымын. Білесің ғой мен қандай екенімді. Құдалықтарың мұңжық болсын. Сәкенде құдамен құдал атқандарына мұндағы шүкір дейді. Жетісайға бақпарына сәлем, бақпарына үйлерге той болсын, қуаныш болсын. Бәрекелді, айтылған ақ-тілектеріңіз періштенің құлағына шаны Алла тағала қабыл етсін дейміз. Той қуаныштарыңыз құтты болсын. Енді ата-апаларымызды ортада билетіп жатқанымызда өсік болар. Рұқсат болса той иелерін құттықтап барып, ағдастырған басына жайғызайық. Келіңіздер. Мархабат, сары сүйек құда, құдағилар. Естелік суретке келіңіздер. Дастархан басына жайғасайық, сары сүйек құда, құдағилар. Тойға кетсе әкелуші, немеріңді тәттілер. Мен әші қуаныштан билесін, мені ойлап моясын кейдеші. Немерден аямайтын ештеме, айтыңдашы кім әжесін сүйбесін. Ескертіп өткендей, бүгінгі тойымызға Дәурен ағамыздың атынан және де Мәжит Ғабитұлдарыңыздың атынан қаншама эстрада жұлдыздары келіп жатыр ағай. Рұқсат болса ортаға Өскемен қаласының тумасы Индия Дарын ұлдарыңызды ортаға шақырайын ағай. Дарын ағамызға қош келіңіз. Рахмет бауырым. Индия Дарын деп енді қатты мақтап кеткен шығар. Ошым, Сағынбай ағамыз қайда той иесі? Мен атын дұрыс айтып тұрмын ғой, аға, той құтты болсын. Тойыңыз енді керемет өтіп жатқан сияқты, мықты той болып жатқан сияқты. Ресторанда әдемі жүріп жатқан асаба өзім бауырым ерсін, ол да мықтасы болар бір. Өзіңіз, ұлыңыз осы Ғабит, музыканттардың ішінде жүрген мықтылардың мықтысы болды. Мына оператор Жұмырт вообще мықты, камерасы вообще мықты. Сосын мен өзімді ничемін. Ал соны көрсетіп, бір-екі ауыз ән айтып берейін, отырып апай екеуміз тыңдаңыздар. Құрметті ағайын, бүгінгі тойдан бір саяхат жасап, сонау 90 жылдары еске түсіріп, сол жаққа бір саяхат жасап қайтайық. Сіздер айтыңыздар, ең жақсы көретін кино, ол қай жақтың киносы еді? Әрине, индийский фильм деген кезде ішкен асымыз жерге қойшық. Қазір сол үнді киноларынан үзінді көрсетейік. Әр ауылда клуб болды, клубқа индийский кино келген күні ауылда мейрам. Жұмыс істеп, отын жарып, су тасып, есік алып, сыпырып, сөйтіп, авторитет жинап барып, бірақ кино көретінбіз. Солай ғой, иә? Дұрыс айтып тұр ма? Сонымен үнді киносы кешке басталады. Қалай басталшы еді? Бұлай басталады. Тыңдайық. Ah!
басталады. Енді есімізге түсірейік, осы өлеңмен қай кино бастаушы еді? Есімізге түсірейік, қай кинода осы өлеңмен басталады? Жақсы, мен түсіндім. Біреулер танцор диско дейді, біреулер танцуй дейді. Осы екі киноны енді үнемді шатастырып аламыз. Өйткені екеуінде де бір актер ойнайды. Сүйікті актеріміз кім еді? Митхун Чакраборти. Ал осының дұрыс жауабы қайсы екен? Барлығымыз экранға назар аударайық. Экран мен. Оның дұрыс жауабы танцуй. Ал енді танцор дисконы еске түсіріп, танцор диско қалай болады? Бала кезінен Джимми деген бала әнші болсам деп армандайды. Сөйтіп арманына жетіп, атақты әншіге айналады. Дұрыс е? Киноның соңында көре алмайтын біреу келіп, Джиммидің гитарасына не қосып кетеді? Тоқ қосып кетеді, дұрыс айтып отырсыз. Өткенде бір тойда бір ағамыз қыз болған ғой деп, не қосып кетеді десем, су қосып кетеді дейді. Сонымен тоқ қосылған гитараны Джимми келіп ала берген кезде кім алып кетеді? Анасы қағып алып кетеді. Ұлын ажалдан арашылық болады. Сөйтіп Джимми мамасынан айырылып, киноның соңында жылап сахнадан кетеді. Сол кеткеннен мол кетеді. Мен енді өлең айтпаймын, сахнаға шықпаймын, гитараға вообще жаламаймын. Енді өмірден түгіліп кетеді. Сөйтіп бірақ киноның аяғында үлкен бір бүкіл халық жиналған концертке келеді. Ел күтіп отыр, Джимми келді деп. Бірақ сахнаға шығайын десе гитарадан қорқып тұр. Анасы есіне түседі. Дірілдейді, жылағысы келеді. Шықпайын десе халық шақырып отыр. Джимми, ой деп халық шулап жатыр. Сөйтіп, бұлай тартсаң арбасына, бұлай тартсаң өгіз өледі болып тұрғанда, Джиммидің орнына сахнаға кім шығушы еді? Кім шығады? Ғашығы, дұрыс айтады. Қызы шығады да Ача Джимми деген өлеңді айтады. Джимми оған да көнбейді, сосын барып ұстазы шығады. Джиммиді бала кезінен қолынан жетектеп жүріп ән үйреткен ұстазы шығады. Өткенде бір ағамыз құдасы дейді. Енді қазақ болғанын өзімізге келтіріп аламыз. Сөйтіп ұстазы шығады да гитарасын ойнап тұрып, Джиммидің бала кезіндегі мына бір өлеңді айтады. Сол кезде Джимми сахнаға шығады. Айтып көрейін. Сөйтіп киноның аяғында ұстазы шығып той деп айғайлайды, Джимми тоймайын деп айғайлайды. Сосын барып ұстазы қолындағы гитарасын не істейді? Лақтырады, дұрыс айтады. Өткенде бір тойда бір ағам сатып береді дейді. Неше түрлі қызық көресің. Сонымен егер гитарасын алып алады да
Говорю тебе, пой! Ты будешь петрони своей матери! Держи гитару! Деп гитараны лақтырып қалады, Джимми гитараны қағып алады да, не істейді? Тойып жібереді. Кино сонымен бітеді. Естеріңізде болса мынандай болады, не? Мен ұратын шапалақ болса осындай жерде ұрып жүрмін. Енді бір жақсы шақтарыңыз еске түсіп отырған шығар. Менің бала кезім есіме түсіп отыр. Мен бала кезден осы әнге ғашық болып өсіп едім. Бала кезден сөзін жазып, жаттап, соны айтып жүремін, ән айтып жүрмін. Қанша жыл болды. Соны қазір музыкамен бір айтып берейін, бір ортаға шығып, билеп қайтайық. Кеттік.
Adil Silamxon ağamız ortada. Assalomu alaykum arkadaşlar, to'y qutlug' bo'lsin. Sakimlar to'ylaringiz qutlug' bo'lsin. Shivatdan kelin aqqiyin bo'lsin. Bileymiz vajanida men birga yurgani 25 yil bo'lgan bor. O Siganochka ortadan ketmay bilingizlar, qabulingizlar sizlarning hurmatlaringizga. Al ketdik. Xudolarni o'rtaga chaqirib. Siganochka deb, Siganochka. Жасlar қайдасыздар, қошеметтеріңіз қайда, екі жасқа айқайсыңдарыңыз. Қаталыңыздар, қиялдағырыз, сіздердің